Все, Нургуля, начинаем. Қайырлы кеш баршаңызға. Ә, Мен Беді компанияда директор болам қазіргі уақытта. Нұргүл Байсақалова Шавқат қызы. 77-ші жылғымын. Так. Мен историямды айтып кетейін енді, өзімді таныстырып. Жалпы дүниеге, Алматыдан дүниеге келгенмін. 4 жасында Тайпақта нағашыларым тұрған, сонда келгенбіз, көшіп келгенбіз. Руым арғын болады. Сол нағашыларында қолында өскенмін. Мамам деген марқұм болып кетті 15 жыл бұрын. 35 жыл полиартритпен ауырған. Гүлан Айызбаева деген танитын кісілер болса, біліп отыратын боларсыз. Первый группа инвалид, полиартритпен артроз ауруы болған. Наследственный дейді, енді нағашы әжемізде сондай болған екен. Жалпы. Сосын мен де жылайтын едім, мама, мен ауырғым келмейді деп. Сонда деген, қызым ойлама деп. Сондай-ақ ол кезде мынандай Веда компания болмады. Веда компания болмады. Бүкіл нені бәрін істеп көрдік, бүкіл емді жасап көрдік. Неше бақсыға да бар, үйге келіп те жасады. Содан деген мына Веда компания болса ғой деген ой болады ғой бәріңізде дегенді. Жалпы. Сол бастаған екен, сол мамамды айтып кетейін. Бухгалтер болған. Содан деген өзімде енді жайлап банаға ауру, қолым ісіп, аяғым ісіп деген ауруға негізі Алла тағаладан сұрап не қылғанмын. Жеңіл түрін бір ауырмай, сырқырамай, балдарымызға не болмай, масылы болмай көмегін сұрадым енді Алладан. Күндердің күнінде маған деген Эльмира Гумарова деген Аңқаттан, біздің ауылда бірге тұрғанбыз, көрші болып тұрдық. Сол Женя апамен Раушан ханым келмей ма Оралға? Солай бір кісілер келіп, үйге кіргізе аласың ба деп. Мен айтам, әңгіме жоқ. Сөйтіп келгенде стилькамен, очкимен таныстырып, мен баяғыда естігенмін, бірақ деген шамбағанмын өзім. Ана китайский компания ғой деген ой болды. Ана рекламалардың бәрін для меня сказка сияқты болып көрінді. Содан кейін өзім киіп, нәтижені көргесін, адамдарға қалай жеткізе білдім деп ойлаймын. Сөйтіп, ойдай жоқта 23 командамда 23 адам бар. Алла разы болсын, бәріне рахмет. Енді бәріне Алла шипа беріп, көмектесіп жатыр ғой Алла тағала деймін. Біріншіде Алланың көмегі маған. Осында келіп, осында жұмыс істеп жатырып, осында директор болып жатқаныма. Екіншісінде денсаулық үшін ғой келгеніміз. Үшіншіде енді балдарымызға масыл болмайық деп, жақсы болып көрінейік деп, жақсы табыстар көзі бар екен. Сол мына істі алға басқанымын, қадам басқаным ғой. Жалпы деген балам 98 жылғы Алтынбек деген Соколда жасайды, қызым бар. 2010 жылғы мектепте оқиды, 9 оқиды. Солардың поддержкалары, ең поддержка беріп жатқан енді Жанар ханымға, Оразаева Жанар ханымға мында бір алғысым шексіз, рахметімді айтам. Жұмыс істейсің ба дегенде, я істеймін деп, сол сөзді
далаға тастамай келіп, туу шалқардан келіп, осы қолдап, команда жинап, білім беріп жатқанына. Так что, Жанар ханым, в дальнейшем тоже поддержкалейсіз, тастап кету жоқ, деймін ба? Нағыз аяққа тұрып алайықшы. Бәріңізге де соны тілеймін енді. Табыс көзін көріп, 3 күн ішінде 540 мың тапқаннан кейін, барып, әлі не верится болды, негізі сенбейтін болдым. Мынау кәдімгі қайдан келіп жатқан ақша, еще голдқа түсіріп, еще сол кезде тағы да 300 мың, бір күнде 300 мың тапқанда, Жанар ханым уже лимит болатын болды ғой, Каспийде. 300 мыңнан артық шешілмейді. Балам аяқтырды. Менің көзім жайнады ғой, не керек. Әрі денсаулық, ақша болса, вообще денсаулық, вообще шауып кетеміз ғой, таңдай ерте тұрып. Так. Адамдарым, мен командама көп рахмет айтам. Мынандай зумға бірінші рет қатысып отырмын. Новичоктар бар ма екен арамызда? Қайырлы кеш. Мына біздің Нұргүл ханымды біздің Жанар ханым дейтін не успела жолда келіп баратыр. Мен де жаңа неден келдім жолдан. Сендерге жанды таныстырайын дегенім. Нұргүл ханым өте жас бізде директор, жанды ключевой адам, жан берген жандай заданиялар бәрін дұрыс орындайды, керемет. Сол үшін бүгін команда бәріміз жандай Нұргүлді поддержка қылайық. Бірінші зум у нее керемет дебют дегендей сияқты бәріміз қолдайық. Алға Нұргүл ханым. Рахмет. Алла разы болсын. Сізбен де танысқаныма қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Уже екінші рет көргенде кәдімгідей жүрегім үлпіреп тұрады ғой. Осы ведің арқасында Москваға да барғаным. Главный, ана қызыма да көрсеткім келбеді ғой. Бір жазда қыдыртқым келеді ғой баланды. Сол кезде деген Москваға апарғанда қызым деген настроениесі бір 360-ға өзгерген болар. Осы веді компанияға да рахмет, Алла разы болсын. Негізі жалпы деген 5 мезгіл намазды оқып бастағанмын. Сол кезде деген уже бір жеңіл түрін бере көр деп сұрағанда келіп тұрған Женя апа мен Раушан, Эльмираның арқасында енді бір ата жіберіп тұрған. Содан қазір деген өте керемет 1,73 кредитім болған. Жаным сол. Я в дороге до сих пор. Жаным мен. Ақжол. Сол магазинім болған. Жаңада бер айтып жатырмын Эльмира сенде. Қайтан Тайпақта бірге көрші болдық деп. Сол магазинді бастап, жасап, мында Оралға көшіп келгенмін Тайпақтан жалпы. Қалай жұмыс істеймін, қызым кішкентай болды ол кезде. Содан магазин ашып, сауда жасап, онымен деген кредит алдық, товар алу үшін қайта. Ойлайтын едім, адамдар арендада тұр ғой, қалай ол кредит төлей алмайын ба деп. Ол, оказывается, не пойдет екен кредит деген. Шүкір енді, Аллаға шүкір, мына ведаға келіп, көзім ашылып, кредитім қазір 800 бірдеңе болды, айына төлеп жатқаным азайып келе жатыр. Өте кәдімгідей қуаныштымын. Новичоктарға советім, мұнда деген жұмыс жасау деген жеңіл. Главный продукцияларды дұрыстап оқып, изучать етсең, вообще адамдарға өзін от души
не ойында бар, қандай результат көрдім, соны айтсам болды тек. Сол маған сеніп келіп, маған сыйлап келіп, мен командама келгеніме алғысым шексіз бәріне. Алла разы болсын. Иә. Енді новичоктар бар жоқ болып тұр ғой да. Дұрыс болса деп ойлап едім, новичоктарға советім тек мында ақша, денсаулық керемет. Кімде қандай сұрақ бар? Жалпы мен деген августте кіргенмін, ноябрьде кіргенмін, осы бір жыл болып жатыр Веда компанияға. Ноябрьдің аяғында кірдім. Бұйыртса бір жыл болады. Нәтижеге мен деген, білмеймін, 6 миллиондай таптым ба деп ойлаймын бір жылдың ішінде. Потому что ай сайын мен деген кредитім жауып тұрған осы Веда болды. Промокодпен активаторды алып сатып жіберсем де, адам жазсам да, арасында стилькі сатып тапсам да, тамағыма да, комуслугыма да, Аллаға шүкір айтам. Москваға да баруға да осы компания мықты көмектесті. Жанар ханым, Женя апа, Алла разы болсын сізге. Көп-көп рахмет. Маған бүгін зумға шық дегенде мен переживать етіп жатыр едім ғой. Қалай не айтам деп. Жайлап енді рет-ретімен айтып жатырмын. Сұрақтарыңыз болса арасында қойып тұрыңыз. Новичоктарға айтатым, стилькінің бағасы деген всего лишь 58.300 деп, соның бәрін түсіндіргім келіп еді, арамызда новичок жоқ екен. Бөліп тастап едім ғой 50 жылға. Күніне 25 теңгеден келеді екен. Мен қалай новичоктарды шақырам деп. Соларды жаймен түсіндірейін деп ойладым. Енді қазіргі таңда полностью өзімді мен Ведаға арнадым. Биікке шығуға командамен бірге шығам деп ойлаймын. Адамдарға просто естітпес, от души тыңдаса екен деймін. Сердце и душой тыңдап, осының ішіне кіріп, продукциясын попробовать етіп, тек алға басайық деймін. Нургуль ханым, про Вентум расскажите, қандай нәтиже болды? И за какое время? Айтып беріңізші. Мында қасымда новичок отыр, қарап тұр. Новичоктар да бар ғой, новичоктар да бар ғой. Вентум... Нұргүл ханым 5 минутта. Ана стелькіні күшті айтыңыз. Сол стелькіні, мысалы, жұрттар 58.300 өте қымбат дейді. Сол 24 айға бөлгенде прям әдемі айттың. Соның бәрін айта беріңіз. 50 жыл гарантия деп айтады ғой, соны деген. Сіздің фокусыңыз ғой, айта беріңіз. 50 жыл гарантияны просто бөлгенде 25 теңгеден келеді ғой, сонда емге тұрады ғой. Бір дәрінде ала алмайды 25 теңгеге. Соны келтірем мысалға, жалпы айтам. Активаторды бөліп тастағанда, бір жылға бөліп тастағанда 736 теңгеден келеді екен мысалы. 265 бөлгенде. Бір приемға барсам 15 мыңға барасың. Өз-өзін адам бағаламайды, неге бағаламайды екен деймін. Просто өзім ауруды баққасын болар, жүрегіме тиетін. Балдарым мүгедекті, мен ауырып қалмайын деп бана бақпаса екен деймін, өзім баққасын мүгедек адамды. Бір аңыз бар ғой. Кішкентайынан әйел адам, ер адам ішіп жүргенде балдары деген, мен өскеннен кейін тек ішпеймін, мен тек не істеймін деп, өмірде аузыма татып алмайым деген сана сезім болады ғой. Олар біреу я намаз оқып кетеді, я деген қазір күшті жұмысқа орналасып кетеді, но ауыздарына татып алмайды, потому что мен кішкентай кезімнен мен деген бана ауырған адамды баққасын, мен ауырғым келмейді, во-первых, ең бірінші басты ауырғым келмейді. Алладан сұрайтын сол. Балдарыма маслы болғым келмейді. Жүріп қыдырып жүргім келеді.
жақсы табыс осында деген. Вентум жайлы айтсам деген, активатор да жақсы, баго да өте керемет, биомассажер да жақсы. Но вентумға жететін продукт пока жоқ деп ойлаймын. Потому что бүкіл нәтиже мен содан көріп жатырмын. Даже қызымды гормональный нелері өсіп кеткен деп учетқа тұр дегенде, гормональный сбой деді, иә. Тұрғызбай, сол вентумнан нәтиже көріп жатырық. Кәдімгідей көріп жатырық. Оны фотосын да түсіріп қойдық бұл жерге, до и после. Қазір деген сол бала ғой енді. Диетасы тамаяқ, весі жәләп түсіп жатыр. Нәтиже мықты енді. Көріп жатырық қой, бүкіл лейкемия, рак емдеп жатқан вентумды. Вентумды құшақтап жатуға болады, былай айтқанда. Мен вентумды жақсы көремін енді. Шыны керек. Басында түсінген жоқпын, действительно. Басында түсінген жоқпын, мына зумдарға қатысып, утренний зум, утренний кофеға. Не бір врачтар сөздері жағымды, жүрегіме күшті қонады. Баршаңызға да айтам, бірінші денсаулық. А каждый үйде той да болып жатады, ремонт та болып жатады, бәрінде кредит, бәрінен жеңіп шығып, кредитті төлеп, бүкіл аппаратураны бәрін алып үлгеріп жатырмын. Менің айтарым мықты енді, осы компанияға Алла разы болсын. Мұнда бір рахмет, осы шығарған вентумдарды, адамдарды денсаулыққа, аяққа тұрғызу. Рахмет айтам. Айтқан кезінде. Жалпы вентум каждый үйде болу керек. Қайта айтар специалистерге бармау үшін, өзін самостоятельно өзін емдеп, жаңағыдай. Сол үшін вентум өте керемет шығарған екен негізі. Даже интернетте вообще ешқандай жаман не жоқ екен. Отзыв. Вентумды бір жылға бөліп тастағанда 2945 теңге екен. Бір жылдың ішінде күнде пайдаланатын, ол любой витамин, любой тамағында бәрін айыра аласыз ғой. 2000 любой таба алады ғой, 2900 теңге. Мен былай көп санаймын негізі, жалпы. Вот финансовый грамотный человек. Финансовый грамотный человек, Нұргүл ханым. Рахмет. Нұргүл ханым, енді ол еще директор Фаберлик болған. Ол уже білет, уже знает, что такое сетевой, қалай ақша табуын. Соны тыңдау керек, сондан жастардан үлгі алу керек дегендей сияқты. Это лайфхак каждому. Да, точно, Нұргүл ханым, привет. Точно айтып тұрсың. Привет, дорогая. Магазин болғанда енді хозтовар сатамыз ғой, Фаберликтің. Продукциясы жаман емес, хозтоварлы очень отличный. Но енді товар айтыр, үйге келсе фирменный сатқым келді, мен өзім деген. Жақсы көрем да фирменныйларды, элитный, жақсы, күшті, качественный заттарды. Сосын почему не директорым стать деген сияқты болып, соған қорғап, до конца жетпедік, 4 айым ба қалды. Онда деген тяжело, да, банағыда подниматься по лестницу. Бұндағыда емес, бұнда деген легче. Онда деген ай сайын бір айда құлап кетесің ба, уже қайттан директор болу үшін қайттан істеу керек болады. Дұрыс. Бұнда деген еще турбонус береді, кэшбэк бонус, вообще классно. Мені бәріне айтатын сол, мен әншейін жүрмеймін деп. Мен жүрген аяқ, қадам басқан аяғым ақша. Сол, ақша тек көп болсын бақшаңызға да, иә. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіз, Нұргүл ханым. Дұрыс, Нұргүл ханым, дұрыс, өте дұрыс. Жаңағыдай осы жерде отырған бәрін серіктестерге айтқым келеді, что біздің компанияның жаңағыдай өнімдері өте керемет. Кеше жақында
мен бір адамды жазғым келген, иә, сол информация беріп. Сонда оған жаңағыдай Веда компанияда не істеп айтып едім ғой. Ол уже яғни чат GPT-ге жазып, Веда лохотрон деп сөйтіп жіберген даже. Ояқтан ответ келіп жатыр. Нет, не лохотрон. Это оздоровительная компания, международная компания деп сөйтіп айтып жатыр. Вот понимаете, қандай біз күшті керемет компанияда. Сосын мына жаңағыдай бізде жастарды көп осы компанияға шақыру керекпіз. Міне Нұргүл ханым сияқты бізде жастар, олардың несі болашақта алда, сол жастардың несі более жаңағыдай не дегендей сияқты, жаңағыдай бұрынғыдай қазір дейтін, бұрын айтатын еді, яйца курицу не учит дегендей. Сейчас наоборот стало. Молодежь өте дамыған жаңағыдай жастар. Сол үшін біздер дейтін бүкіл жаңа біздің компания Ведадағы өнімдерді айту керекпіз. Бізде медицинский аппараттар, который должен быть в каждом доме. Міне Вентумге мен дейтін нағашымды жазып, міне уже 3 Вентум алып жатыр Астана. Ақшаларына қарамай бірінші денсаулыққа кіріп жатыр. Вот осылай бізді сөйтіп Вентумды айту керекпіз. Вентум это премиум аппарат, премиум, это целая клиника, целый санаторий. Соны айту керекпіз. Өзіміздің жаңағыдай нәтижелеріміз қандай, біз дейтін ем алдық, соны айту керекпіз. Жаңағыдай адам баласы шындық айтқанда, шындық айтады ғой, иә, адам дейді. Сол кезде ол сразу ол адамға доходит мынаққа. Шындық айтқан. А если өтірік айтса, уже біліп тұрады. Сосын надо біздер дейтін уже мы уверенный айту керекпіз да, қорықпай, біз дейтін бүкіл уже продукцияны білеміз да. Міне жаңа Нұргүл ханым молодец айтып жатыр, қалай даже ана стелкіні, очки болсын, жаңа Вентум болсын, бәрін жаңағыдай жылға дейін бәрін бөліп, ақшасына дейін. Бізде адамдар солай ғой. Ақша дейді жаңағыдай. А былай қарағанда біз дейтін инвестиция, біздер интернет-магазин ашып жатыр. Бізде мына мұра ол біздерге. Біздер, мен уже Қытайға барғасын, өзім көзіме көргесін айтқым келеді. Бізде Нұргүл ханым жаңадан не істеді, осы Москваға бар, Алматыға, Астанаға нелерге барды, енді бұйырса, жарын Құдай қаласа Қытайға барса, уже өз-көзімен жанат. Мен өзім солай істеген, соны сізге жеткізгім келеді тоже. Өте дұрыс, сізді қолдаймын. Ал енді тағы сұрақтарым болса, айтыңыз. Сосын айтайын деген магазин бар адамдар түсінеді мені. Таңнан кешке дейін магазинге товарға баратын едім. Таңнан кешке дейін. Оны деген анда очередьте тұрып, тоңып, үсіп, анда фруктыға жүгіріп, ол жерден деген дұрыс болмай қалады, я шірік болып қалады, я сұрау кетіп қалған, қайттан апару керек болады, соның бәрі не? Груз, былай айтқанда, түсіріп аламыз, заттарды складқа түсіреміз деген сияқты ғой. Соның бәрі негізі денсаулыққа бәрі жеп қойды ғой, жеп қойды. Енді мына жерде просто телефонда қазір үйде отырып, магазин жауып тастадым. Осында отырып, сондай ақша тауып отқаныма өте ризамын ғой. Соны услышите, кімде магазиндері бар. Услышите меня, я от души айтып жатырмын, қалай жасауға да болатын көмектесем, қолымнан келгенім бар ғой. Шыны керек. Көмектесем. Магазин қазір бұрынғыдай емес, қазір магазин. Звондап сұрап, сөйлесіп тұрам ғой. Бұрынғыдай оны машина полный келмейміз, Қытайдан алып келеміз деген уже деген не идет деген. А мында болашақ бар, болашақ. Будущем болашақ бар, сен уже командан идет, денсаулық бәрі бар. 90% адам денсаулықтары жоқ қой. Былай айтқанда, ауа да лас па. Жастар болмаса, білмеймін, түсіндіріп. Жастар енді стилькаларға көп түсінбейтін бар, но очкиді жақсы алады. Енді кешейді бізде Алматыда не болды ғой, жаңағыдай. Біздің партнеріміз бар, Гүлмира ханым. Сол айтады ғой, бір кісі біздің Веда компанияда да зубной паста сатып машина алған ба? Сөйтіп жатыр. Зубной паста сатып, представляете? А зубной пастың қандай несі күшті?
құрамы қандай күшті, қандай ол құдіреті күшті. Он дейтін, вот бір адам если зубной пасту попробует, да, бір рет, екі рет, все, третий уже твой уже. Менде жұмыста тек зубной пастаны алады деп бәрі дейтін. Соны жумайды уже басқа зубной пастамен содан кейін. Басқа жумайды уже, жумайды. Парадонтоз кетіп жатыр. Парадонтоз ол дейтін десна несі, да? Жаңағы, как ее, отбеливает зубы, желудок лечит, кашель лечит, все раны лечит. Вообще зубная паста это Нобелевский премия алған зат. Біздерде компанияда бәрі өте керемет заттар. Біздер дейтін должны полюбить любой продукт, мы должны через себя пропустить и полюбить. Когда мы полюбим этот продукт, уже люди будут, ты сама будешь говорить верой и правдой, и тогда саған адамдар өздері келеді. Сосын надо все равно, вот люди такие, да, кто-то на эмоциях не істейді, кто-то жаңағыдай жай тыңдағысы келеді дегендей сияқты, но каждому өзінің подходы керек. Біздер уже жайлап психологта болып болдық осы компанияда 3 жылдың ішінде, иә. Уже жаңағыдай болады ғой, адамдар жоқ дейді ғой. Жақсы деп отходим, да, но все равно жайлап касание істейміз. Мен 2 жыл айтқан адамдарым жаңа кіріп жатыр. Представляете, 2 жыл. Бір автобусте жұмысқа бара тұрамыз, сосын айтып отырамыз жаңағыдай сөйтіп, солай деп. Содан они через кого-то слышат, да, и все равно ко мне приходят. Говорят, анда бізде Миргүл бар, бізге бірге жұмыс істейміз, ол региональный директор деп жаңағыдай. Директор дегенде мә дейді да, сол үшін біздер дейтін жаңағыдай, и сол кезде біздерге, у них, знаете, вера появляется біздерге. Сол бәріміз осы отырған жерде директорды қорғау керекпіз, директор болу керекпіз. Біздер күшті компания кірдік, біздер вовремя зашли. Любой адам қазір кірсе да міне, кеше кірді, қазір міне бір айдың ішінде директорды қыла аламыз. Ол адамдар ақша алып жатыр міне. Вентумге мне подписал нағашым, да, вот 2 вентум алды, и ол уже заработал, знаете, уже $1000 заработал, представляете? Он $2000 положил, он $1000 заработал. Көрдіңіз ба? Қандай нәтиже? Вентум он несі керемет қой. Ол айтып жатырмын, бүкіл клиника. Оған дейтін қосып жаңда еще біздерде жаңағы не береді, жаңа нет, активатор клеток береді. Ол 265 мың тұрады. Еще қазір міне бүгін соңғы күн жаңағы черная пятница $200 БЭМ жаңа активат массажер береді. Представляете? Мен оларға санап бергенде сендер 1 600 сендер дейтін 1 700 1 800-қа сендер товар алып жатсыңдар, миллионға дедім. Понимаете, надо так говорить даже. Потому что отдельно мы покупаем, да, активаторды 265 мың қалған, мен өзіме де қызыма да, иә, мындай акциялар болған жоқ. Қазірден бастап айту керек, осындай акциялар бар екен. Міне БМді мен 370-ке алған, когда еще 305 тысяч болды, мен 10 дейтін 370 мыңға алған. Мана не болды ғой бізде? Кредитке алған, представляете? А сейчас возможность 1 060 000 кредитті, иә, еще 800 мың жанды аппаратын бесплатно алады. Вот 1 800 000 аппаратын миллионға алады. Еще ол дейтін тағы адамдар осылай жазса, ақшасын қайтып алады. Аппарат өзінде болады, ақша қайтып келеді. Керемет қой. Именно нам надо всех подписывать на золотой треугольник. Ол дейтін біздің миссия екен. Біздің компанияның миссиясы золотой треугольник. Вот это, понимаете, наш логотип, можно сказать, да? Когда мы золотой треугольник делаем, это мы как заходим? Голова и 2 ноги дегендей сияқты, да? Сол кезде біз нақты тұрамыз уже. 3 жерден біз дейтін 3 магазиннен, любой жерден 3 магазиннен ақша табамыз. Мен енді айтып жатырмын, бір жағына жаздым, кеше бүгін жаздым, уже мне бір жақтан, екі жақтан 3 кабинеттен ақша алып жатыр, төгіліп жатыр. Представляете? Ол керемет ол дейтін. Осыны ұмытпаңдар и делайте, тоқтамаңдар. Любой адамға айта беріңдер. Даже можете, который көшеде кетіп бара тұрған адам болады, автобусте кетіп бара тұрған. Бізде Женя ханым бар, жаңа Нұргүл ханым несі, наставнигі, ол үлкен апай, 70-тегі апай отырып алып автобусте айтып отырады. Мен жұмыста айтып отырсам, жаңағы мана ревизияға бардым, жұмыста айтып отырсам, қойшы сен не істейсің? Жоқ, тыңдаңдар деймін. Сендер менен тыңдамасыңдар, ешкім сендерге айтпайды көру. Денсаулық сендерге керек деп.
Сол үшін біздер осылай тоқтамай айта беру керекпіз. Үлкені болсын, жасы болсын, бәріне айта беру керекпіз. Біздің прокладкалар қандай, любой продукты. Бірінші начинаем от медицинских приборов, потом начинаем говорить эти БАДы, которые употребляют императоры, даже вот этот сам Путин пьет біздің жаңа нені, кардицепсті. Оны орыстар айтқан, когда в том году біз Японияға барғанда. Сосын жаңағы вот эти прокладки у нас какие, да? Ол геморрой лечит, женские болезни лечит, мужские болезни лечит. Сосын жаңағы аксессуары, стельки, очки нигде нету. Сосын өздерің көріп жатсыңдар да, жақсы товар болғасын бүкіл жерде подделка болып жатыр. Понимаете? Подделка. Сосын косметология. Қазіргі беріп жатырған міне жаңағы бүгін соңғы күн жаңағы маска для лица бар ғой, енді әйел адам болсын, ер адам болсын, глубокие морщины. Біз жасарамыз. Бәрі айтады, сендер дейтін жасарып кетсіңдер. Мы когда вот өзіміз пайдаланамыз ғой мына заттармен, иә, біздер, оказывается, светимся, понимаете? Барғанда